шарттық шеңбермен бастайық. Кәне, сәлем саған алтын күн. Сәлем саған алтын күн. Сәлем саған көк аспан. Сәлем саған көк аспан. Сәлем саған жер ана. Сәлем саған жер ана. Сәлем, сәлем достарым. Сәлем сәлем достарым. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Кәне балалар, тақтаға назар аударайық. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Далада не жауапты? Қар жауапты. Ал балалар не істеп жүр? Немен ойнап жүр? Сағанмен. Ұзақ сырғанап. Не жасапты балалар? Аққала жасапты. Ал біз далаға шыққанда аққала жасадық па? Әрине, біз де аққала жасап ойнадық. Солай ма балалар? Балалар, ғажайып тақтамызға назар аударайық. Бізге трансформер көлігі қонаққа келіпті. Сіздерме балалар, мен трансформер көлікпін. Қолымдағы таспада не бар екенін біле алмай тұрмын. Сендер білгілерің келе ме? Автокөлік, автобус, жүк көлігі, өрт сөндіру көлігі, пәтер көлігі, жол полициясы, пойыз, трактор, топошақ, қошақ, әуе шары, зымыран, кеме, қайық, желкенді қайық, сүңгуір қайық. Әуеде жүретін көліктердің атын атайықшы. Ұшақ, тікұшақ, әуе шары, тікұшақ. Ал енді жерде жүретін көліктерді атайық. Жеңіл көлік, велосипед, жүк көлігі, полиция көлігі, мотоцикл. Ал енді суда жүретін көліктерді атайық. Кеме, қайық, және желкенді қайықтар бар екен. Өте жақсы балалар. Балалар, ендеше отырып дидактикалық ойын ойнайық. Кәне жүріңіздер. Отырып алыңыздар. Балалар, алдымызда берілген дидактикалық ойын ойлан тап деп аталады. Шарты балалар, жүргізушілер мен көліктерді бір-біріне сәйкестендіреміз. Кәне бірге орындайық балалар. Әрбір жүргізушінің көлігін тауып орнына қояйық. Дәрігер, полиция. Иә, Полиция. өте жақсы. Өрт сөндірушінің көлігі бәне. Полиция. Қойдыңдар ма? Мен қойып шықтым, кәне. Тез табамыз балалар. Иә, өрт сөндіруші. Өте жақсы. Кәне балалар, біз зымыранды ғарышкердің қасына қойдық, иә? Ал жедел жәрдем көлігі қайда қойдық? Дәрігердің қасына қойдық. Өрт сөндіру көлігі? Иә, өрт сөндіруші маманның қасына қойдық. Ұшақты біз ұшақ жүргізушісінің қасына қойдық. Кемені капитанның қасына қойдық, иә балалар? Ал полицияның көлігі? Полицияның қасына қойдық. Итімен бірге бізді қорғап жүреді екен полиция. Солай ма балалар? Барлығымыз дұрыс орындадық па? Балалар, қазір біз серігіп алайық. Ол үшін көңілді пойыздар ойын ойнаймыз. Қазір мен сіздерге балалар осындай вагондарды беремін. Осы вагондардың бірін таңдап, қолыңызға қандай түс түсті? Сары түс түскен болса, сары түсті оюларды басып өтіп, секіріп өтеміз. Қос аяқпен секіріп өтіп, вагонды пойызға әкеліп, тіркейміз. Түстеріне қарай әкеліп, сәйкестендіріп тіркейтін боламыз. Жарай ма балалар? Кәне бірге серігіп, бірге ойнайық. Секір. Өте жақсы. Жақсырақ. Нұрбек, айзер екен. Қандай Айшылдыз? Жасыл, өте жақсы. Иә, дұрыс. Айзере? Өте жақсы. Өтіп келе ма? Қандай түс Айзере? Сары, жоғарғы жақсынамыз. Өте жақсы. Қандай түс Нұрберге? Қызыл. Өте жақсы балалар. Қандай түс? Вагонының түсі қандай балалар?
Көк екен, өте жақсы. Секіреміз, София. Өте жақсы. Қандай түс екен, София? Қандай түс балалар? Софиянікі? Жасыл екен, өте жақсы. Барамыз, секіреміз. Иә, секіреміз. Жасыл. Жасыл, инабат. Иә, секіреміз. Иә, жасыл екен. Кәне, секір, Амина. Тезірек секіреміз. Өте жақсы. Қандай түс екен, Амина? Көк түсті вагон. Өте жақсы. Өте жақсы. Қандай түс? Айзере сенікі? Көк түс екен, иә, өте жақсы. Азима сенікі қандай түс? Жасыл. Біз жабыстырып құрастырған пойыздарда жерде жүреді екен. Жерде өзінің арнайы темір жолымен жүреді екен. Біз құрастырған пойыздың пішіндері мен түстерін бірге айтып көрейік. Қандай түс? Сары. Пішіні қандай? Томалақ екен. Қандай түсі? Қызыл. Пішіні қандай екен? Сопақша. Ал бұл қандай түс? Көк. Пішіні қандай? Үшбұрыш. Бұл қандай пойыз түсі қандай? Ал пішіндері қандай? Төртбұрыш. Ал енді сары пойыз бен қызыл пойыздың вагондары нешеу екен? Біреу екен. Ал көк пойыз бен жасыл пойыздың вагондары көп екен, солай ма? Көп екен, өте жақсы бар. Енді бірге шығармашылық орталыққа барып, көліктермен одан әрі тереңірек танысатын боламыз. Кәнекей жүріңіздер. Балалар, біз шығармашылық орталықта суда, жерде, әуеде болып 3 топқа бөлініп алдық, жарай ма? Қазір бірінші топ мына саусақтың көмегімен үстіне ермек сазды қайық жасайтын боласыздар. Бірінші топтың тапсырмасы бұл. Біз жерде жол ережесін, жерде жүретін көліктердің тапсырмасын алдық, иә балалар? Енді біз көліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бағдаршамды бірге құрастырып, желіммен және түрлі түсті шеңберлермен жабыстырып шығатын боламыз. Бұл екінші топтың тапсырмасы. Ал үшінші топтың тапсырмасы балалар. Мінекей әуеде ұшатын көліктерге біз мінекей қолымыздағы түтікшені алып, осыны сабынды суға батырып, үрлеу арқылы ақша бұлттар жасайтын боламыз. Бұл үшінші топтың тапсырмасы. Түсінікті ме балалар тапсырмалар? Кәне бастайық. Саусақтың көмегімен бояуларды езіп жайып шығамыз. Кәне басқа саусақтың көмегімен. Саусақтың көмегімен осылай зырғанату арқылы. Солай тез-тез зырғанат. Әдемі көл жасады. Енді біз балалар ермек сазды алып, көліміз дайын болып, ермек сазды алайық енді. Амина, жақындап тұрағы ермек сазды. Алдымен жұмсартып аламыз, қолымызға салып, алдымен жұмсартып аламыз. Одан кейін домалатамыз қолымызда. Одан кейін ұзынша етіп жасаймыз. Кәне, жасадық па? Ұзынша қылып аламыз. Енді осы ұзыншаны жалпақтаймыз. Саусақтың көмегімен осылай жалпақтаймыз. Жалпақтау әдісіне көшеміз. Амина, жалпақта бала ғой. Кішкентай қайықты жасап, біз жаңағы суымызға бірге қоятын боламыз. Қайығымыз дайын болды ма? Ендеше жаңағы жасаған судың үстіне қояйық. Кәне, судың үстіне қояйықшы қайықтарымызды. Қояйық. Қайықтарымызды судың үстіне қояйық. Қайық қайда жүзеді екен балалар? Суда жүзеді. Енді біз жол қозғалысын іріктеп тұратын мінекей бағдаршамды бірге жабыстыратын боламыз. Бірінші қандай түсі бағдаршамның? Қандай түс? Қызыл. Екінші қандай түс? Сары. Үшінші қандай түс? Жасыл. Жасыл түс екен балалар. Енді осыны реті бойынша жабыстырып шығайық. Енді жағып жабыстырайық. Алдымен қандай түсті жабыстырамыз балалар? Бағдаршамның қызыл түсі жанғанда не істейміз? Балалар, тоқтаймыз екен, жабыстырамыз. Қызыл түсі жанғанда тоқтайды екенбіз. Ал сары түсі жанғанда не істейміз балалар? Дайындаламыз екен. Жасыл түсі жанғанда не істейміз Айзере? Жүреміз. Өте жақсы, дұрыс айтасың балалар. Дұрыс. Сары түсіңді жабыстыра ғой, өте жақсы. Өте жақсы, София. Жабыстыра. Сары түсіңді жабыстыр. Бұл түсіңді жабыстыр. Өте жақсы жарайсыздар. Керемет жабыстырып жатыр. София жабыстыра ғой. София,
иә, сары түсті. Айзеренікі дайын болды, желімнің аузын. Мына дұрыс жазбай қалып қойды. Желім жаңағы. Иә. Мына жағына жабыстыр, қайтадан жабыстыр. Балалар, біз не жабыстырдық? Бағдаршам жабыстырдық. Бағдаршам не үшін керек екен бізге? Жол ережесі сақтау үшін керек екен. Өте жақсы құрастырып жабыстырдыңдар балалар. Балалар, үшінші топтың тапсырмасы әуеде ұшатын көліктерге біз қазір ақша бұлттар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сабынды су, түтікше қажет болады, иә балалар? Осы түтікшені аламыз қазір. Балалар, кәне бірінші үрлеп алайықшы. Бірге үрлеп. Осылай біз қазір түтікшені үрлеу арқылы ақша бұлттарды көпіршіктен жасайтын боламыз, иә балалар? Ал қане бастап көріңіздер. Айзере өзіңнің суыңды ала қой. Суыңа батыр. Азима, сен де суыңа батыр. Алдымен түтікшені суға батырамыз. Иә, суға батырып алайық. Батырып аламыз. Ал енді мына жерге түтікшені шығарыңдар да үріңдер. Иә, үреміз. Бұлтты көпіршіктерден жасап жатырмыз. Айзеренің бұлты өте үлкен екен. Тағы да үріп көрме. Азиманың да бұлты өте керемет болды. Инабат үр, қатты үр. Инабат қаттырақ үреміз. Өте жақсы. Кәнеке балалар, осы ақша бұлттардың арасында біздің тікұшақ, әуе шары ұшып жүреді екен, иә? Тағы да үрсің Айзере? Тағы батыр балалар, үріп көрем. Бұлт деген өте үлкен болып жатыр. Үр, Азима. Ана мына қатты шығып жатырған сен өте үлкен болып жатыр. Қандай керемет. Азиманың бұлты өте үлкен болды. Үр, Азима, үр, қатты үр. Қатты үреміз. Инабат үре ғой, қатты үр. Үлкен бұлт жасаймыз ал. Үлкен болады ғой бұлттар, иә? Үреміз қатты. Балалар, бұлтты өте керемет жасадыңдар. Біз не жасадық? Не жасадық біз, Айзере? Болт жасадық. Бұл қандай көлік балалар? Азима, бұл қандай көлік? Тікұшақ. Ал бұл қандай көлік, Айзере? Әуе шары екен. Бұлар қайда ұшады? Қайда ұшады бұлар? Аспанда ұшады екен. Ал біз көпіршіктен не жасадық, Азима? Бұл не? Болт жасадық. Қане бұлтты ұстап көрейікші, жұмсақ па? Ұстап көрші. Жұмсақ бекен бұл? Бұлт жұмсақ па? Ал, балалар, шығармашылық орталықта жұмысымызды аяқтап болса, барлығымыз бірге не қайда жүреді атты тағы бір дидактикалық ойынымызды бірге ойнайық. Жүріңіздер менімен бірге балалар. Балалар, біз қазір не қайда жүреді ойынын бірге ойнайық. Ауада, жерде, суда. Осы көліктерді біз өз орнына қоятын боламыз. Қане, Амина келе ғой. Ол не, Амина? Ол қандай көлік? Автобус. Ол қайда жүреді? Жерде. Жолда, жерде жүреді екен, өте жақсы. Айзере келе ғой. Ала ғой, тез біреуін ала ғой. Ол не, Айзере? Велосипед. Ол қайда жүреді? Жерде жүреді, өте жақсы қояды. Айжұлдыз келе ғой. Тез, Айжұлдыз. Тез таңдай ғой. Ол қандай көлік, Айжұлдыз? Ол қандай көлік қолыңдағы? Қандай көлік? Айта ғой. Ол не? Трактор. Ол қайда жүреді? Жерде жүреді, өте жақсы. Келе ғой, Айзере кел. Тез аламыз. Ол қандай көлік? Қандай көлік, Айзере? Машина. Жеңіл көлік екен. Ол қайда жүреді? Жерде жүреді екен, өте жақсы. Ол қандай көлік, Нұрберген? Қандай көлік бұл? Қайық. Қайық қайда жүреді? Суда жүреді. Қояғы суда. София келе ғой. Ала ғой біреу. Ол қандай көлік, София? Қандай көлік бұл? Үрмелі қайық екен, Үрмелі қайық қайда жүреді? София? Суда жүреді екен, өте жақсы. Балнұр келе ғой. Ала ғой. Тапсырамыз. Ол қандай көлік? Балнұр, бұл қандай көлік? Айта ғой. Жүк көлігі дейміз. Жүк көлігі қайда жүреді ол?
жерде, иә? Дұрыс па балалар? Иә. Азима, бұл қандай көлік? Қандай көлік бұл? Ала ғой, Айжұлдыз. Бұл қандай көлік, Айжұлдыз? Ұшақ. Иә, ұшақ қайда ұшады? Аспанда. Әуеде, аспанда. Жақсы, жарайсың. Балалар, біз шығармашылық орталықта ермек саздан не жасадық? Қайық. Қайық жасадық. Дұрыс айтасыңдар. Ал желіммен не жасадық? Бағдаршам жасадық, өте жақсы. Ал көпіршіктерді үрлеп не жасадық біз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Үлкен ақша бұлттарды бірге жасадық. Бүгін балалар ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатысқан Айжұлдызды үлкен жұлдызшамен марапаттағым келіп тұр. Сендер де өте жақсы қатысыңдар. Барлығына да керемет жұлдызшамды сыйға тартамын. Осылай үнемі ақылды, білімді болып, менің қасымда бірге жүріңдер, жарай ма? Аламын. Инаба? Ал, ендеше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.